Фатиха сүресін не қылғанбыз, сабақ қылғанбыз, естеріңізде бар шығар. Енді Алла қаласа Фатиха сүресінің кішкентай өткендегіні кішкентай нүктелерін тоқтап өтіп, ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, уассалату уассаламу аля расулиллах. Амма ба'д. Фатиха сүресі айта берсеңіз расында да бітпейтін, түгемейтін бір үлкен теңіз десе де болады. Өйткені бұл Құранның анасы деген атқа ие болған. Сол үшін болса керек, бүкіл Құрандағы үлкен мағыналарды өзінің ішіне алған. Соның біреуі, ол білесіздер, бүкіл осы мақтауды бірінші Аллаға арнауы, және оның Алланың сипаттарын айтып өтуі, бірінші нүктесі. Яғни қиямет күнінің егесі, аса қамқор, ерекше мейірімді, бүкіл әлемдердің егесі болған Аллаға мақтау болсын дейді. Оның әрбір сипатын талдасаңыз қанша үлкен мағына жатыр. Екінші бір үлкен нүктесі, бұл Алла тағалаға дұға ретінде айтылған сөз, бірақ бұл біздің діннің немесе өміріміздің түбін, әсілін, негізін айтып береді. Ол ияка набуду ва ияка настаин. Саған ғана құлшылық етеміз, саған ғана сүйенеміз деген екі ауыз сөзден тұратын сөйлем. Бұл сөйлемнің бір ұлы, бір қызық нәрсесі, өмірдің екі тіршілікпенен құлшылықтан, яғни ғибадат пенен муамалаттан тұратынын айтпақшы. Сол ғибадат бөлімі тек қана бір Аллаға арналу керек. Ал муамалат біздің мәмілелеріміз тіршілігіміз, ары-бері жүріс-тұрысымыз десе, әлбетте оған Құранның басқа аятынан да мысал келтіруге болар еді. Құл, ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, айт, әлбетте менің өмірім де, өлімім де жалғыз Алла үшін арналады деген аят бар. Яғни инна хаяти ва мамати лиллахи роббил аламин деген. Сол үшін осы аят негізін түсіндіріп берген сияқты. Яғни ияка набуду, тек бір Аллаға ғана ибадат қыламыз екен. Ва ияка настаин, және бір Аллаға ғана сүйенеміз. Бүкіл барлық нәрседе. Сүйену туралы мен сіздерге бірнеше мысалдар айтқам. Соның ең қарапайым мысалы дәрі туралы айтқам. Көп адам дәрі іше алмайды. Дәрі ішудің де әдісі бар екен, керек болса. Біз аналгинді тарс етіп іше саламыз, ол жерде тұрған бір үлкен мән мағынаға түсінбейміз. Керек болса біз дәрі іше алмаймыз, соншалықты адамбыз. Қалай ішу керек дәріні? Мәселен, бір аналгинді алып алып, мен осы аналгинді басымды қойдырады, немесе ауырып тұрған жерімді қойдырады деп ішсеңіз, кім боласыз? Ішпесеңіз кім боласыз? Егер сіз дәріні ішпесеңіз, ақмақ боласыз. Ал егер дәріге сеніп ішсеңіз, кәпір боласыз. Аллаға серік болсаңыз. Қараңыз, қарапайым нәрсе. Дәріні себеп қылып көру керек. Оны врачтар да айтады. Дәрі бұл средство. Яғни әшейін себепті ортадағы. Сол үшін біз қандай да бір дәріні ішкенде, осы кеселдігіме, дертіме себеп болса екен деп ішеміз. Сонан кейін барып Алладан шипа сұрайды екенбіз. Қараңыз, настаин деген сол, сүйену Аллаға. Бірінші себебін жасаймыз. Екінші, сосын барып сүйенеміз. Халқымызда сөз бар, Мұса есегіңді тұса дейді, сосын Аллаға тәуекел ет деген сөз бар. Яғни бірінші Аллаға тәуекел еттім деп, қораңыздағы жаңағы жіпті шешіп, қойыңызды огородқа жібере салды, Құдай өзің бақ, өзің қақ деп жатқан дұрыс болмайды да. Ол ақмақтық болады. Ал Аллаға сүйенбеу кәпірлік болады. Қараңызшы, соншалықты нәзік жіп, бір кесіп өтіп кетсеңіз, кәпір боласыз, ақмақ боласыз. Енді ақмақ болған жеңілде ғой, кәпір болған әйтсе дағы. Деген менен де екеуі де үлкен нәрсе.
Сол үшін бүкіл өмірдегі, тіршілігіміздегі әрекетіміздің барлығын себеп қыламыз. Себеп қыламыз. Сол себепті орындаймыз да Алладан нәтиже күтеміз. Сол үшін өміріміздегі барлық нәрсені Алла бізден істің нәтижесін сұрамайды екені, өткенде мен айтып кеттім осы шағында. Бәлки Алла бізден істің өзін сұрайды екен. Сол себебін орындағанымыз сұрайды. Сол үшін арақ ішкенде, арақтың жанына отырғанда, оны құйып бергенде, тасып бергенде, оған ақшасын төлегенде бірдей деген сол. Не? Өйткені ниеті, ісі барлық бір нәрсеге алып барды, араққа. Яғни біреу арақ ішем деген жоқ та, бірақ ішкіздірді. Екінші ішем деген жоқ, құйып берді. Үшінші ішем деген жоқ, әкеп берді. Төртінші ішем деген жоқ, ақшасын төледі. Ішкені басқа біреу. Бірақ сонымен бірге отырыстас болады. Сол сияқты сауап істерде осындай болады. Әрбір сауап іске себепші болған адам сауабын алады соның. Және сол сауапты орындаған адам менен тең алады. Егер ниеті сондай болса. Сонан соң ең соңғы Фатиха сүресіндегі нүкте бұл өмірдің жолын, тура жолды таңдай білу. Тіршіліктегі, өмірдегі тура жолды таңдай білу. Көп адамдар ойлайды, ақылым бар болса, мен тура жолды білем дейді. Әсіресе бұл көп біліп қалдым деген жасы үлкен кісілерде болады, көбінесе. Әсіресе жасы 50-ден асқаннан кейін көп адамдар мен өмірді көрдім, білдім, ащы тәттінің бәрін татып көрдім, енді өмірді 5 қолымдай білем деп ойлайды. Өте қателеседі сол адам. Өйткені біздің халқымызда сөз бар, ақымақтың үлкен кішісі болмайды дейді. Ақымақ тек кішкентай бала болмайды екен. Үлкен 80-дегі шалда ақымақ болады, керек болса. Сол үшін халқымыздың өзі оған жауап берген. Ақымақтың үлкен кішісі болмайды дейді. Мен білем деген адам дым білмейді деген сөз бар. Сол үшін біздің өмірді біз жаратпадық. Өмірді біз қолдан жасамадық. Мен білем деген ағаттық болады. Бәлки өзімнің өмірімде біраз сабақ алдым, менің алған сабағым көп деп мақтанса болады. Одан артық мақтана алмайды. Сол үшін мен өткенде Мұса пайғамбар туралы әңгімеде айтып берген. Мен білем деп айтқандық үшін. Ал өмірде Алла Тағала 3 нүктені айтады. Осы соңғы аятта. Тура жолды бірінші 2-ге бөледі. Тура жол және тура емес жол. Бірақ тура емес жолдың өзі 2-ден тұрады екен. Біреуі адасып кеткендердікі, значит ол баяғыда тура жолға түсіп жүрген да, әсілі тура жолда болған. Бірақ адасып кеткен екен. Қараңызшы. Тура жолға түспей қалып кейінірек. Ал біреуі Алланың ашуына қалғандар. Олар да тура жолда болған, бірақ адасып кеткендігі үшін ашуға қалған. Ол адасып кеткендерде ашуына қалады ғой, Алланың десе, жоқ, Алланың қаһарына адасып кеткендігі үшін ол бөлек болады. Олар адасып кеткенде өздері білместен адасты, білімі болмағандықтан адасты. Ал Алланың қаһарына қалғандар біліп тұрып, барлық нәрсені естіп, танып тұрып адасқандар. Сол үшін екеуінің айырмасы бар. Оларға ғалымдарымыз 2 халықты мысал келтірді. Біреуі христиан халқы. Мен именно діни халық жағынан, діни жағынан айтып жатырмын. Bir ұлтты айтып жатқан жоқпын. Христиан халқы. Екіншісі иудей халқын айтады. Құранда. Өйткені олардың қателігін сынау барлық адамда бар. Біреулер ойлауы мүмкін. Әсіресе біздің ислам діні расында да өзге ұлтты немесе өзге дінді, тіпті еврей халқын болсын кемсітпейді. Көп адамдарда, мұсылмандарда әсіресе сондай бір ой бар. Еврей деген халықты жек көреді да. А оны Алла жаратқан жоқ па? Ол да халық емес па? Пайғамбарымыздың әйелі еврей болған.
Еврейден әйел алған. Егер жаман болса алмайтын еді ғой. Сафия деген анамыз еврей болған. Және ең ақылды болған, ең тамақты күшті жасайтын болған. Айша анамыздың ең қатты қызғанатыны пайғамбарымыздан сол әйел болған. Соншалық сұлу болған. Ойлаңызшы, ақылды, бай, бар жағы болып тұрған әйел болған. Ойлаңызшы. Мұсылмандардың анасы еврей кісі болған. Ұлтты емес әңгіме. Еврей дінінде. Өйткені ол халық дініменен адасқан. Именно дін жағынан қайсы халық, ол біздің қазақ халқының арасында да бар екен ондай дін ұстанғандар. Алматыда еврейлердің синагогасына басқа ұлттың адамдарды, еврейден бөлек ұлттың адамдарды, орыс, басқа қазақ, өзбек, басқа кәдімгі кезінде мұсылманмын, христианмын деген адамдарды барып жатыр екен синагогаға. Христиан емес, яғни мұсылман емес, иудей болып кетті ол кісілер. Ал иудейлер кезінде Мұса пайғамбар түскен, және Мұса пайғамбарға кітап түскен, тура жолды анық білген, кейінірек сол кітапты олар бұрмалап жіберген. Қолдан жасаған. Яғни өз-өзіне адастырған. Сол үшін Алланың қаһарына қалған. Ал екінші христиан халқы болса, оларға пайғамбар түскенменен де оларға кітап түспеген. Инжил кітабына иман келтіргенменен де Инжил кітабы кітап ретінде түспеген да, ауыз екі түскен. Ауыз екі түскен да, әшейін. Жаттап ешкім оны қағазға түсірмеген. Сол күй адасып кеткен сол үшін. Оларға білім басында жетпей қалған да, тура жол жеткен, білім жетпей қалған. Осы жерде тағы бір басқа нүкте айтуымыз керек. Ол өткенде мен айтқаным бойынша кітап көтерген есек туралы айтқан әңгіме. Яғни есектің үстіне кітапты арта берсеңіз есек ғалым бола ма? Болмайды ғой. Ол қанша ауыр болғанмен кітабы, қанша құнды кітап болғанменен. Сол үшін егер бір адам ғылым білімге қанық болса, барлығын біліп қойса, бірақ амалы болмаса о кісінің, кітап көтерген есек болады екен. Алланың қаһарына қалады екен. Қияметте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы жерде бір хадис айтып кетейін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның айтуы бойынша қияметте ең алғашқы азап көретін кім? Білесіздер ме? Ғалым адам. Ең бірінші азапқа қалады. Пайғамбарымыз айтады. Қиямет қайым болған кезде бір ғалым адамды шақырады екен. Құран жаттаған, ғалым, бар жағынан бар. Сонан соң әлгі кісіден Алла сұрайды екен, ей пәленше, сен не істедің деп сұрай бастағанда мақтана бастайды екен. Аллахым, мен сенің жолыңды үйрендім. Сенің біліміңді адамдарға берген тарқаттым, халыққа шырақ болдым, жандым, тура жол көрсеттім, бала оқыттым, кітап жаздым, үйттім да бүйттім, медресе аштым деген сияқты сөздер айтады. Сол кезде Алла жалған, өтірік. Өйткені халық сені қары, молда, ғалым, ой шіркінай, мына кісі көзі ашық адам деу үшін істеді. Мақтану үшін. Мақтаншақтық үшін істедің. Таласу үшін істедің. Басқа біреулерді кемсіту үшін оқыдың осыларды. Үйреттің немесе. Міне сол үшін сенің амалдарыңның сауабын сен дүниеде алып қойдың. Ақысында, сауап деген ақысы. Осы дүниеде уже ол алып қойды. Өйткені бұл дүниеде құрметті болды, қадірлі болды, қары деп атады, халық ғалым деп атады, оның жолына кілем төседі. Бірақ бұл ақысын алып болады екен. Ал қияметте сенің көк тиындей де ақың жоқ деп тозаққа жібереді екен. Бұл әлбетте ықылас туралы және рия туралы сөздер ғой. Өз-өзін көрсету, көз-көздік жасау деген нәрселер. Екінші бір адам пайғамбарымыздың айтуы бойынша бұл хадисте бай адам екен. Бай адам. Бірақ ол қарапайым бай емес, өзінің байлығымен халыққа көп қызмет қылған адам екен. Жетім жесірлерді баққан, жол салған, үй салған, жетімдер үйін салған, жұртқа базар салып берген, мазар салып берген, бау салған, жол, көпір бәрін істеген да, халыққа қатты аямаған жақсылығын.
сол кісі келіп мақтана бастайды екен, оны істедім, мынаны істедім, анаған жәрдем бердім, мынаны көтердім, мынаны тұрғыздым, мынаны жөндедім дей бергенде Алла жалған дейді екен. Сен мұның бәрін сені халық жомарт, ой пәленше күшті екен деп атау үшін істедің. Мақтаншақтық қайтадан. Сен соны орындады, халық сені соны орындады. Яғни халық сені мақтады. Халық сені дәріптеді, құрметтеді. Сен ақыңды алып болдың дүниеде. Енді дозаққа бар. Үшінші бір адам келеді екен. Алланың жолы үшін жанын берген адам. Ең қымбат нәрсе жан емес па негізінде? Сонда сол жанын берген Алланың жолында, тура жолда Алланың жолын уағыздаймын деп, Алланың жолын туын көтеремін деп, қан төгіп, қан майданда өлген адам келеді екен дін үшін. Сол адамды алып келгенде мақтана бастайды, Аллахым, мен сен үшін кескілескен ұрыстың ішіне кіріп кеттім, қан кештім, ақыры міне дүние салып өлдім, сен үшін өлдім десе, Алла жалған дейді. Өйткені сен халық мені батыр, ержүрек, ой шіркінай пәленше сияқты батыр бар ма екен деп мақтай бергендік үшін істедіңіз. Халық сен үшін дастан шығарды, өлең жазды, мысалдар айтты, ой пәленше сияқты деп, балдарының атын қойды. Сен дүниедегі ақыңның бәрін алып біттің. Бұл дүниеде саған ешқандай нәрсе жоқ деп дозаққа жібереді екен. Пайғамбарымыздың бұл хадисі Сахих Муслим мен Сахих Бухарида келеді. Үлкен хадис. Мұның мағынасының мәні адам қанша білімі болсын, қаншалықты жақсы ізгі істері болсын, егер тура жолда болмаса адасушы немесе Алланың қаһарына қалған болады екен. Сол үшін біз адасқан және Алланың қаһарына ұшырағандардың жолынан Алладан пана тілеп, сол жолға түсіре көрме деп, және Алладан тура жол сұрауымыз міндет екен. Міне Фатиха сүресі осы негіздерді айтады екен. Айт десеңіздер айта беретін сөз көп. Айтсе дағы бүгінгі кезекте Нас сүресі тұр. Мен сіздерге өткенде айтқам, Нас сүресі түсу жайы, басқа жайы оқып келіңіздер деп. Өйткені мен әңгіме айтып жатқанда оның түскені туралы немесе кейбір мағыналар туралы сұрақтарыңызды қабылдамайын. Өздеріңіз басқа кітаптардан оқып алуларыңыз керек. Мен бұл жерде біздің өмірімізге керекті болған нүктелерді ғана айтып өтемін. Яғни Құранды біздің өмірімізге керек жағынан қарастырамыз. Ал мағына жағынан, сөздік жағынан ол кітаптардан өзіңіз оқып аларсыз. Аузу биллахи минаш-шайтанир ражим. Нас сүресі Фалақ сүресі менен бауыр. Қайсысы ағас, қайсысы інісі екенін айтпай-ақ қояйын. Бірақ екеуі егілбесе де болады. Өйткені Табари деген ғалым кісі, бір ғалым болған. Соншалықты ұлы ғалым кісі болғандығы бір күні Құран аударып жазады. Құранды қанша том қылып аударады дейсіздер ғой, 60 том қылып жазыпты. 60 том қылып Құран жазса, шәкіртіне келіп айтты, мен Құран аударып біттім, 60 том болды десе, жылапты шәкірті. Мен оқитын шығармын. Тағы бір 2-3 адам оқитын шығар. Бірақ мына кітабыңызды басқа адам оқымайды. Қысқартыңыз дейді. Содан ашуланып 30-ға қысқартам ба дейді. Жоқ дейді. Оны оқымайды ешкім деп әттен ерегісіп, әттен ұстазымен таласқаннан кейін ұстазы құр сөздердің бас жағын жазып келдім деп 4 том алып келген екен.